Қайырлы күн! Біз 11-ші сыныптағы векторлар мен координаталар бөліміне арналған әдістемелік жобаны ұсынамыз. Жоба екі бөліктен тұрады. Біріншісі әдістемелік құрал, екіншісі авторлық GPT-ассистент. Өзектілігі мен педагогикалық идеясы. Бұл бөлімді оқытуда оқушыға да, мұғалімге де белгілі бір қиындықтар кездеседі. Оқушы үшін теорияны түсіну, формулаларды қолдану және есеп түрлерін ажырату әрдайым оңай емес. Ал мұғалім үшін сабаққа сай тапсырмаларды іріктеу, жұмыс парағын дайындау және оқушы деңгейіне бейімдеу көп уақыт алады. Сондықтан біз әдістемелік құрал мен GPT-ассистентті біріктірген жүйе жасадық. Жобаның құрылымы. Жобаның бірінші бөлігі әдістемелік құрал. Ол оқу материалын ретімен береді. Теорияны, мысалдарды және тапсырмаларды қамтиды. Жобаның екінші бөлігі авторлық GPT-ассистент. Ол мұғалімге жұмыс парақтарын, жаттығуларды және сараланған тапсырмаларды жылдам дайындауға көмектеседі. Осы екі бөлік бірге біртұтас әдістемелік жүйе құрайды. GPT-ассистенттің жұмыс принципі. Бұл GPT еркін жауап беретін қарапайым чат-бот емес. Ол алдын ала дайындалған шаблондарға, есеп құрастыру ережелеріне, формулаларға және жоба материалдарына сүйеніп жұмыс істейді. Сондықтан тапсырмалар жүйесіз емес, белгілі бір тәртіппен құралады. Қолданушы алдымен мәзірге кіреді, содан кейін тақырыпты таңдайды. Ассистент 12 тақырып бойынша жұмыс істейді. Тақырып таңдалған соң, сол бөлімге сәйкес есеп түрлері көрсетіледі. Мұғалім осы жерден жұмыс парағын құрастыра алады, немесе нақты бір есеп түрінен бірнеше тапсырма сұрай алады. Тапсырмалардан кейін қысқа жауаптар да бірге беріледі. Қазіргі кезде жүйеде 12 тақырып және 78 есеп түрі қамтылған. Практикалық қолданылуы. Ұсынылған әдістемелік жүйе сабақта, бекіту жұмыстарында, саралап оқытуда және қосымша жаттығу ұйымдастыруда қолданылды. Әдістемелік құрал бөлім мазмұнын жүйелі түсіндіруге негіз болды. Ал авторлық GPT-ассистент соған сәйкес жұмыс парақтарын, жаттығуларды және деңгейлік тапсырмаларды жедел дайындауға мүмкіндік берді. Сабақ барысында оқушылардың жеке, жұптық және топтық жұмыс түрлеріндегі белсенділігі артты. Тапсырмаларды талқылау, салыстыру және орындау үдерісі жүйелі ұйымдастырылды. Практикалық қолдану нәтижесінде мұғалімнің сабаққа дайындалу уақыты қысқарып, оқу материалдарын мақсатқа сай іріктеу мүмкіндігі кеңейді. Жобаны оқу үдерісінде қолдану нәтижесінде оқушылардың векторлар мен координаталар бөлімі бойынша білім сапасының артқаны байқалды. Жоба қолданылған 11-ші А сыныбында бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысының тапсырмаларды дұрыс орындау орташа көрсеткіші 86% болды. 11-ші А сыныбында орташа көрсеткіш 90%-ды құрады. Бұл мәліметтер жобаның практикалық құндылығын және оқу үдерісіне оң әсерін көрсетеді. Жаңалығы мен масштабталуы. Жобаның жаңалығы. Жасанды интеллектіні жалпы көмекші құрал ретінде емес, нақты оқу бөліне бейімделген әдістемелік жүйенің құрамдас бөлігі ретінде қолдануында. Авторлық GPT-ассистент алдын ала дайындалған әдістемелік материалдарға, шаблондарға және есептерді құрастыру ережелеріне сүйеніп жұмыс істейді. Жобаны жаңа тақырыптармен және жаңа есеп түрлерімен толықтыруға болады. Сонымен қатар, осы құрылымды математика пәнінің басқа бөлімдеріне арналған ұқсас ассистенттер жасауға қолдануға болады. Осы тұрғыдан алғанда, бұл жоба әрі қарай дамытуға және бейімдеуге қолайлы әдістемелік цифрлық модель болып табылады. Қорытындылай келе, бұл жоба 11-ші сыныптағы векторлар мен координаталар бөлімін оқытуға арналған әдістемелік құрал мен авторлық GPT-ассистентті біріктіретін тиімді әдістемелік жүйе болып табылады. Ұсынылған жұмыс әдістемелік және практикалық бағытта одан әрі дамытуға болатын жоба ретінде қарастырылады. Назарларыңызға рахмет.